өмірде негізі мынау ішімдік ішу, темекі тарту деген сияқты құмарлықтардан қандай жаман әдеттерің бар? Bir адам может білетін шығар, может бір адамдар білмейтін де шығар. Бірақ мен ондай нәрсені жасырмаймын, менде кезінде болған сондай нәрсе. Мен кәдімгідей басыммен кіріп кеткем сол ойынға. Ол интерес емес, даже ол кәдімгідей тәуелділік болған. Ең басында бірінші рет ойнағаныңмен соңғы рет ойнағаның аралығындағы уақытта шамамен қанша миллион теңге ұтылдың? Әжептәуір бір 2-3 квартира, нормальный бір машина ше алуға болады деді ол ақшалар. Сол уақытта мен өзімнің қазір де бар енді өзім парфюм сататын магазин бар тұғын. Сол жақтан түскен кассаның барлығын түсет салам. Громания хуже наркомании дейді. Бывших наркоманов не бывает. Енді бывших наркоманов не бывает. Ар жағында тұрған нәрсе ғой. Игромания хуже наркомании. Всем сәлем. Не әңгіме ету жобасын қалдырмай көретін көрермен. Бүгін бізде жаңа сұхбатқа келген Қосылай жобасының экс қатысушысы, өздеріңіз танитын ұлдарыңыз Жандос. Жандос, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Бұл жігіт енді атты ілетіп кішкене басқа жақтан келіп тұр. Сұхбат барысында айтамын бұл туралы. Жандос, қазір жағдайың қалай? Жалпы көрінбей кеттің, Инстаграмда бұл активно жүргізбейсің деген сияқты. Эфирден кейін ойшым халық сені жоғалтты. Жағдай альхамдулилля жақсы, жаңа тыстамын. Негізі мен Қосылайықта жүрген кезде де ол Инстаграм қатты активный болмайтын. Қазір жаңа тысқа кеткелі вообще интерес жоқ Инстаграм жүргізуге. Өйткені қала кішкентай, ол жақта да енді түсіріп жатқандар бар блог. Енді мен өзім бір саланы бүйтіп алып кетпегеннен кейін, ол жақта бір тематика болмағаннан кейін жалпы жаңа тысты түсіретін өзі тапқан жоқ. Жалпы маған ол қатты қызық емес. Сені енді көрермендер соңғы рет эфирдан қатысушы емес, үміткер кезінде көрді, иә? Соңғы рет. Примерно Мадина деген қызбен таныстық барысында. Ол қызбен таныстық артығы не болды? Екеуміз жүрдік бір ай, екі ай ма, одан кейін жұп болып жүрдіңдер ме? Негізі халыққа ол олай көрсетілмегенмен, бірақ сыртта екеуміз негізі жақсы сөйлесіп жүрдік. Мінез ғой, бір-бірімізге келмеген. Таныстық тоқтады? Таныстық, иә. Жоқ, таныстық тоқтағанмен қазіргі таңда бір-бірімізге сәлемімізді түзу өте жақсы қарым-қатынастамыз, иә, достық қарым. Бұл қарым-қатынас достық па? Әрине. Қатысушы болған кездерден бастап енді әртүрлі қыздармен таныстық үстінде болдың. Мен былай қарап шықтым негізі сен туралы информацияларда. Айдана бар, Гүлназым, Камила бар, сол Мадина бар. Жалпы ешқайсымен таныстықтан ештеңе шықпады, тойға дейін жетпеді. Не себеп деп ойлайсың? Енді бұйырған сол болған шығар енді. Ол адамдармен, значит, маған не суждено. Енді барынша көргендей көрдік, сөйлестік. Енді өз жағымнан қадамдарды қолымнан келгенше жасадым. Дальше енді болмады. Проблема өзіңде деп ойламайсың ба негізі? Жоқ, негізі мен ондай проблемадан қашпаймын. Енді бірден бір проблема негізі өзімде ғой. Қазір осы жасқа шейін бойдақ болып жүруім, енді ол қыздарда емес, басқада емес. Значит, в какой-то степени менде де бар ондай проблема. Жаңа таныстықта болған қыздардың кейбіреулер тұрмыста болған баласы барлар болды, иә? Сен негізі саған обязательно қыз болу керек, бұрын соң тұрмыс құрмаған, әлде баласымен де ала бересің бе негізі болашақта? Негізі или ол бір қателік па? Енді, конечно, ол қателік қой, бұл жерден ше, енді өзіңде ол жақтың қатысушысы болдың да, сен мен қазір өте қатты қырыққа тіреп тұрсың ше. Негізі өзімнің ойым барынша, ол дін жағынан да, өзімнің ойымнан да негізі барынша қыз болу керек та, менің болашақ әйелім. Тұрмыс құрмаған, баласы жоқ. Иә, жалпы негізі тұрмысқа шықпаса да неше түрлі қыздар бар ғой енді, соның арасынан негізі тәуір қызы болу керек та. Сен үшін пәктігі маңызды? Әрине. Жандос енді болашақта алдағы сезондарда қайттан Қосылай жобасында қатысушы болуы мүмкін ба? Жоқ, түбегейлі жоқ. Неге? Үміткер де болуы мүмкін емес Жандос. Енді мен Қосылайықтан өзіме аларымды алдым. Ол программаға мен тек қана рахметімді айтам. Енді болашақта өмірімді ол программамен вообще связывать етпеймін. Тек қана өмірден іздеймейсің ғой? Әрине. Қазір енді бір жағынан Жаңатас қаласындамын.
И жалпы Алматыға өте сирек келіп жүрмін да. И тем более барып, үміткер болып, уақытым құртқым келмейді, ну чё? Одан да бұйырғанын сол көшеден, өмірден іздеген жақсырақ. Қазір сен Алматыда емессің, түсінуім бойынша, Жаңатас өзің туған қалаңдасың. Аха. О жақта немен айналысып отырсың? 1,5 жылдай ма, сол жақта болып. Енді осы берге дейін, осы 3-4 ай болды деймін, бізде химический завод соғылады Жаңатаста. Сол жақта өзімнің өміріме бір пайдам тисін деген мақсатта сол химзаводтамын қазір. Өмірде негізі мынау ішімдік ішу, темекі тарту деген сияқты құмарлықтардан қандай жаман әдеттерің бар? Болмаса құмар ойын деген сияқты. Негізі мен осы уақытқа шейін болған менде құмар ойынға интерес. Тәуелділік. Ол интерес емес, даже ол кәдімгідей тәуелділік болған еді. Бір адам может білетін шығар, может бір адамдар білмейтін де шығар. Бірақ мен ондай нәрсені жасырмаймын, менде кезінде болған сондай нәрсе. Мен кәдімгідей басыммен кіріп кеткем сол ойынға. Бұл қай жылдары? Ой, бұл ше. Мен студент кезімнен осы берге дейін ғой. Мен өте көп уақытымды сол ойынға жұмсаған адаммын. Может мен білдірген шығар, может білдірмеген шығар, бірақ мен өте андай игрок қой, кәдімгі игрок. Вот сондай болған. Лудомания. Иә? Мысалы, сол ойнаған ең басында бірінші рет ойнағаныңмен, соңғы рет ойнағаның аралығындағы уақытта шамамен қанша миллион теңге ұтылдың букмекерге? Енді былай ғой, бастапқыда енді аз суммадан тігіп жүрдік та, енді бәрібір бүйт құмарлықпен. 500 теңге 1000 теңгеден ба? 500 теңге, 1000 теңге. Просто бір-екі рет ойнап, тиіп қашып, ал кейіннен болды өте үлкен суммалар тігіп жүрген кездеріміз. Енді мен қазір мынанша сумма дейтін болсам, мен қазір мына жерде өтірікші болуым мүмкін да. Бірақ примерно бит санайтын болсам, Алматыдан болмаса да Жаңатастан бір әжептәуір бір 2-3 квартира нормальный бір машина ше алуға болады деді ол ақшаларға. Примерно 10-15 миллион ба? Одан көп те шығар. Вообще былай 30-қа шықпадың? Отқан кездерінде болды, қайттығы жөрдің бе? Жоқ, ол ойында ешкім плюсқа шықпайды. Менің қазіргі түсінгенім, ол лудоман, ол игрок, ол никогда плюсқа шықпайды. Өйткені ол букмекерлер өте қатты мықты істеп тастағанда ол нәрсені, и ояқтан ұту мүмкін емес. И болатын шығар, мысалы, просто условно мен айтайын да, раз сен 100 мың, 200 мыңдап сен тігіп жүрдің да, бір күн сен миллион минусқа кеттің. И раз сен тұрдың да, бір күні 100 мың тіктің да, там 300 мың тасың, 400 мың тасың. Бір момент сен 400 мың тыққан кезіңде сенде андай ощущение болады да, о, мен ұттым деген сияқты. А на самом деле бағанағы сен миллионнан 400 мыңды алып тастайтын болсаң, сен әлі 600 мың минустасың ғой. И ол всегда сондай болып, ол тек қана минусқа кетесің. Мен түсінгенім. Сенің ойнап жүргендегі ең көп көтерген ақшаң? Бір күнде ма, екі күнде ма? Енді ол былай ғой, мен раз тұрып, сразу полный ақшаны тігіп самайтын ше. Енді жоқ, мен наоборот бөлмей тігетін да, бірақ андай ғой, мысалы бір күні мен бір 200 мың тіген ба, онымен мен тоқтамаймын ғой. И раз, короче, тағы да 200 мың, 300 мың, 500 мың деп, и бағанағы нәрсені сен қайтарып алу үшін. И мен енді білмеймін, қазір есімде жоқ. Наншама тігіп тастадым дегенше, андай бөліп, андай ғой, мысалы, өзіңнің ақшаңнан бір 300 мың, 400 мың тігесің да, и раз сен бағанағы ақшаны қайтаруың үшін, сен уже неше түрлі амалдарға барасың ғой. Кредит аласың, болмаса процент аласың, біреуден қарыз қаласың. Қалай солай сен, короче, анаяққа тігуің керек қой, когда анаяқта азарт қысады ғой. Сен бәрін. Мысалы, бір ойыннан қанша теңге ұтқан кезің болды? Ну, вообще, тіктің да ұтып алдың, просто риск. Болады 1,5 миллион ұтқан кезім, болған 2 миллион ұтқан кезім. А сол ұтқан ақшаларға бірдеңе сатып алып үлгердің бе? Или оған үлгермейсің бе? Ол ше, смотря линия қалай ғой. Если сен бағанағы ойыныңнан кейін тағы да ойын тұратын болса, сен оны шығарып алып, басқа нәрсе алу деген сенде ой болмайды. Сен өйткені майндтет тұрады да, одан кейін ойын басылады екен, давай. Саған всегда мало ғой. Сен хотя сен оны 20 мыңнан баста да 2 миллионға апаршы, саған захочется еще бір 4 миллион, 5 миллион, давай одан да бит. Адамның ше, ол ішкі жан дүниесі бәрібір ол тыныштық бермейді. Азарт. Бәрібір азарт еткісі. Оны по-любому бересің ғой сен оны. Шығаруың мүмкін, там наход нагиға бір кішкене ақша
да. А в основном бүкіл частьты бәрібір. Шығарып алған күнде де сен бәрібір саласың ғой. Бір көзге көрінетін бір ешқандай зат сатып алмадың? Жоқ. Сол ойнау барысында жаңа айттың ғой, өзің кредит аласың, ақша іздейсің, қарызға батасың деген сияқты. Жалпы сенің қарызың қанша миллион қазір ма, әлде қанша миллионға дейін барды қарызың? Банк алдында болсын, адамдар арасында болсын? Жоқ, ол ше андай болады ғой. 1,5-2 миллионға шейін кіресің да. И адам енді ол кездегі мен үшін ол сума негізі әжептәуір сума болады. 2 миллион ойдан ұйқыдан тұрасың, 2 миллион қарсынша. Саған бағанағы ойын пока қызық емес қой. Қалай солай, өйткені есігің кеп тұратындар бар ше. Сен қалай солай сол ақшаны қайтаруың керек қой. И раз мен оны сондай сумаға шейін барасың, қайтарып тастайсың. Бүйтіп жиналмайды ғой, короче. Бірінші қайтарып тастайсың дағын, сонымен қайттан. Болотаға до конца батқан жоқсың? Енді үлкен андай болотаға батқан жоқ, бірақ кішкене шалшық суларды бастық. Ето сен осы Алматыда Қосаяқта жүрген кезде де, по-моему, айналысып жатқан жұмысың болды. Ол субарендатор, е? Аха, квартира сдавать. Сол субарендаторды толық айтып қалай немен айналысады ол? Негізі субаренданы не ғой? Айға аласың, күнге бересің. Посуточная сдача, не ғой? Квартиру. Енді Алматы қаласына, негізі Алматы қаласына келетіндер көп қой қонақтар. Соларға временно сен жалға бересің. Енді бұл нәрсені бүйтіп толық түсіндірудің қажеті жоқ, может адамдар түсінетін де шығар деп ойлаймын оны. Жаңатаста жүрдім, негізі мен железнодорожникпін ғой. Өзім темір жолда жүрдім. И раз маған өкіметте істеген ұнамады да. И интернеттен былай мен на что я способен деп. И сол моментте мен қолыма Дональд Трамптың «Как стать богатым» деген кітап түсті. И соның ішінде маған бір абзац ұнағаны, ең өлмейтін бизнес ол квартирный бизнесті. И мен соны кішкене изучать етіп бастадым. Бағанағы темір жолда пока істеп жүрдім. И ночқа барған кезімізде жалғыз өзіміз станцияда отырамыз. Светпен сет кішкене нашарлау болатын. И мен кәдімгідей параққа жазатын. Бағанағы субаренда туралы неде интернетте бар, тегін үйрететін кісі. Соныкін басып аламын дағын, мен жазам керекті пунктларын. Ояқта негізі былай қарасаң, сенен айға алып, мысалы басқа біреуге күнге бере саған негізі оңай сияқты да, бірақ любой нәрсенің өзінің подводный каменьдері болады. И сол нәрсені мен қалай болса солай Алматыға бара салмай, кішкене дайындалып барайын деп мен бағанағындай параққа жазып, ана киноларда көретін шығарсың, бүйтіп парақ жазады да, тұрсын өстіп қалады, бүйтіп лақтырып ше. Сондай-ақ мен досконально былай, прям досконально до конца изучать етін деп айтпаймын, бірақ хотя барған кезде менде кішкене болсын понятие болсын деп бардым. Өйткені маған итермелеген ол нәрсеге, мен до этого ондай нәрсе істеп жүрген адаммен де сөйлескен жоқпын, өзім де істеп көрген жоқпын. Мен просто бағанағы сөз маған ұнады, интернеттен іздеп көрдім, и мен как бы с нуля өзім бастадым ғой, короче. Сөйттім дағын, Алматы қаласына келдім. Сол интернетте де айтады, бастайтын болсаң 2 квартирадан баста. Өйткені біреу чисто на ход ноги, біреу кішкене жиналады. Сол жинаған ақшаңмен уже үшіншіден айналып 4-шіні ертерек алып болады. Дальше уже дөңгелек кете барасың. Сенде ол кезде бір 5-6 квартира болды, е? Мен Қосаяққа ең бірінші қатысушы барған кезімде, ол кезде менде 7 квартира болатын. Бірақ енді кішкене дұрыс қаралмай кетті ол жер ше. Енді ешкімді кінәламаймын, мен по-любому өзім кінәм ғой. И Қосаяқтан бірінші сезонда бір 2,5-2 ай отырдым. Менде уже 2 квартира минусқа кетті, өйткені ақшасы жоқ қой. Игере алмай қалдым қалған. Сол пәтерлерден түскен ақшалардың барлығы дерлік сол букмекерге кетті деп айта аламыз ғой? Барлығы дей алмаймыз енді, бірақ көбінесе ғой. Аренданы бүйтіп қойып қоятын, кішкене нахотнаги қойып қоятын. Енді ойнадым, қатты былай безбашын ойнаған жоқпын, бірақ сумом ойнаған күннің өзінде де негізгі табыстың бәрі сояққа кетті. Қазір енді ойнамайсың? Қазір енді қойдым. Мен енді осы сұхбатқа мен келіскенім, мен өз-өзімді жеңе біліп, и менің бияққа келатқан кездегі бірақ целім болды да. Енді маған да бұл бір мақтаныш емес, ойбай мен лудаман болдым, бүкіл Қазақстан алдына шықтым деп атқаным емес. Просто менің бірақ целім болды бұл жерде. Мені көріп, осы ставка дұрыс емес екенін, хотя бір адам түсініп, осы сұхбаттан кейін бір адам кішкене тәубесіне келіп дұрыс жолға түсетін болса, оның өзі маған жетістік деп мен осы ғана мен итермелеп кетті. И мен қазір мен толығымен айта аламын, мен ставканы қойған адам. Өйткені оған дәлел болатын, енді бағана саған айтқан нәрсені айтайын.
осы жақында шықты да сондай ақпарат, что сентябрьдің 9-ынан бастап осы күнге шейін тіккен ақшаларыңды сол қандай букмекер болмасын сен ақшаны қайтарып ала аласың деген информация шықты. Өзімнің жақын бір таныс қыз сондай айналысып жүрді да, ол маған өте арзан ақшаға мен саған давай ақшаңды шығарып берейін. Енді негізі мен таныстарым көбісі білетін, что мен ойнайтынымды. Сен осындайға кішкене бар едің ғой, давай сен ақшаңды қайтарайық, полный ақшаны қайтарып алуға болады екен. Сол сентябрьден бері қарай. И соны базаға салдық. Оказывается, мен сентябрьде тікпегем ғой, сентябрьден бері қарай. И мен соңғы рет тіккенім есімде Астанамен, интернеттен былай-былай көрсеңіздер болады, Астанамен Бранның ойынына. Астана каким-то образом Бранда 2-0 ұтылып келатып, өзінің есімде 3-0 ұтқан датасы. Сол кезде мен соңғы рет тіккен. Қанша теңге? Нормально. Сен жерде қадалдың ба, ұттың ба? Қадалдым. Енді просто логикада Қазақстанның астанасы, мен енді ешкімді былай түсіріп атқаным жоқ, мен патриотпын ғой по-любому, бірақ ставкаға келген кезде ондай патриоттық кішкене қоя тұру керек. Бірақ Бран Астанадан қайда мықты деп ойлайсың ғой енді. Мен по-любому Бранға тіккен болады сол кезде. Енді сумманы не қылмай-ақ қойын. Мені сол кезде тоқтатқан нәрсе бар ғой, мен ойладым да. Бұл жерден қалай букмекер ақша тауып отыр? И оказывается, казинода қызыл қара деген не бар? Ставка бар да? Черный-красный деген. Ол жерде вероятность почти 50/50 арасында жасылға түсіп қалмаса зероға. А так қызыл қара в основном сол екеуі түседі да. И бұяқта вероятность почти 50/50. Сен мысалы 1000 теңгені там қызылға тігіп, келесінде оны ставканы бір екеселеп жіберіп, қайттан қызылға тігетін болсаң, бір 2-3-ден кейін ол по-любому қызылға түседі да, и сен хотя бы өзіңдікін қайтарып алуға болады. А бұл Олимпта ондай нәрсе жоқ екен. Бұл жерде бағанағы Бранның победасы бар, ничья бар и Астананың победасы. Бұл жерде уже процент вероятность 33/3. Плюс еще енді 100% 3-ке бөлетін болсаң 33/3 болады. Плюс еще Бран фаворит қой бұл жерде. И мен енді қазір оны түсіндіріп отыру қиын ше, енді ұзақта. И мен түсіндім, что бұл жерде букмекер никак ұтылмайды. Астананың ұтқаны оларға үлкен күш алып келеді да, Бран ұтатын болса да күш, бірақ кішкене аздау. И мен ойландым да, мен сол уақытта мен өзімнің қазірде бар енді өзім парфюм сататын магазин бар тұғын. Сояқтан түскен кассаның барлығын түсет салам. Мен вообще ояқтан почти не көрген жоқпын. Ақша ше. Түсет сал жүрем. Қандай доход болады мен барлығын сол Олимпқа беріп отырмын да. И мен бағанағы ойыннан кейін мен ойланып отырмын да, мен не ақымақпын ба? Мен сонша ақшаны тауып келем да. Енді көп ақша болмаса да мен қалай да сол ақшаны тауып отырмын. И мен келем да, мен букмекерге оказывается жұмыс істеп отыр екенмін. И мен санаймын ғой енді, не бар, история транзакции деген бар. Сен қанша ақша салдың, қанша ақша шығардың. И мен калькуляторға салсам, 2 аптаның ішінде уже әжептәуір ақша жиналып қалған да. Қанша? Сол кезде мен цифрларға тоқталмай-ақ қойшы, бірақ мен өзім үшін нормальный ақшада, и мен ойлаймын да, мен неменеге оларға жұмыс істеп отырмын. Мен сізде оларға жұмыс істеп отқан дұрақтар көп деймін да, мен настолько ақымақ емес шығармын, одан да өз-өзіме жұмыс істейін, яқты кішкене былай ретте жүрейін, басқадан нәрселермен істеп жүрейін деген дейші. Если мен қазіргі осы түсінігіммен, мен мысалы Алматы қаласына келіп бағанағы нәрсені қайтып өзімнің қолыма беретін болса, мен может басқаша өмір сүретін едім да. Енді мен оған ешқандай өкінбеймін, все к лучшему ғой, значит мен осындай нәрседен өту керек болдым да. Бірақ енді болашақта мен осы нәрседен шығарған түйінім, мен лучше кішкене капит етейін да, мен уже менде кішкене болсын знание бар да, білім қалды енді. Мен лучше соған кішкене бет бұрайын. Өзің енді осы лудоманиямен ауырдың, қазір жазылдың, неге осындай лудоманияға, құмар ойынға қазіргі жастар болсын, кәрілер болсын, адамдар жалпы құмар деп ойлайсың? Оңай ақша ма болсын да? Сөйтіп ойламай? Иә. Неден оңай ақшаның жолы қиыншылықтан кішкене қашу деп ойлайды негізі ше. Енді менің просто ойымда көбінесе солай сияқты. Олар раз тұрып, сразу баттан құйрықты бүйтіп
бала салғысы келеді да. Рас тұрдында 100 мың тұрдында бір 3-4 коэффициентке экспресс жинадында бір 10 коэффициентке 100 мың тіктің. Сен тіккенге дейінгі бағанағы ойындардың бәрі шығатын сияқты, как будто 10 коэффициентке сен тігетін болсаң, уже миллион, сен тұрдында бағанағы 100 мың раз жауап тастадыңдағын, и сен как будто плюс 900 мыңға шығатын сияқты көрінеді да. Ол бағанағы қиыншылықтан қашуға ең дұрысы негізі. Мысалы, сен өзің қалай бастап кеттің бұндайда? Біреу үгіттеді ма әлде? Негізі мен ең кішкентай кезімнен негізі мен спортқа негізі былай қатысу жағынан болмаса да бүйтіп көру жағынан негізі мықтымын да. Көрермен ретінде жақынсың. Иә, футболға негізі қатты жақынмын. И біз баяғыда ешкім жамандаған емес, бірақ үй жақта жүрген кезімізде почти гляньте баяғыда 2005 жылғы финал, стамбульский финал, кімнің есінде бар, кімнің есінде жоқ. Милан мен Ливерпуль ойнаған. Сол кезде біз кішкентаймыз бар ғой, 2005 жыл біз 8-9 жасар баламыз. Біз сол кезде 20 теңгеге спорласып, сол кезден, может ол қанында бар шығар. Солай келді. Сол кезден өздерің саптық жүздер. Между собой ойнап жүріп қой енді. Енді маған айтып отырмын ғой, мен студент кезінен келдік та, енді ол негізі тфай мен қаттандай бай семьядан шықпасам да, негізі менің семьям былай меркамен санайтын болсақ, негізі қуатты да, негізі жақсы семья. Бірақ енді қашанға шейін әке-шешеңнен анаған, енді студент, сен де студент болған шығарсың, қашанға шейін анаған, маған деп ақша сұрай бергім келеді. И мен өзім ешкімге тәуелді болмай, әке-шешемнен сұрай бермей, өзім былай өмір сүргім келді да, ешкімнен зависеть етпей. Енді олар аяқтан тұрғың келді. Иә, олар салса салды, салмаса өзім бүйтіп жүргім келді да. И мен қазіргі ойым сол үшін келген шығармын. И плюс еще бағанағы спорттың как мықты көрермен болған. Болельщик. Иә, мен бүкіл составтарды танимын, бүкіл игроктарды білемін, любой трансфер мен неде хабардармын. Мынау мықты неяққа келді, мынау мықты мен мықты ойнайтын болса, уже мен типа шарющиймін ғой. Демек астыгемді мен көтеріп аламын деген ойлар болмайды. Спорт жағынан былай бүкіл спортсмендерді танығанның өзінде, жаңағындай болельщик болған өзінде, то букмекерге келген кезде проигрыш. Иә, біз бір досым бар енді екеуміз, қазір ол маған дейін қойды ол. Біз стадионға кім келетінін ғана білмейміз ғой, короче. А так біз стадион қандай, мысалы бізде Астананың стадионы искусственный, ал европалықтарда естественно, и ояқтағы доптың ұшуы, доптың жүруі, адамдардың қозғалуы, соның барлығы сол шөпке әсер етеді да. И болельщиктардың саны, мысалы біздің Астананың адамдары, там қанша біздікі бір 30 мыңдық стадион мысалы да, и раз тұрттағанулар басқа стадионға барып 100 мыңдық, уже атмосфера басқаша. Мысалы мен Тараздың да өзіміздің соның стадионына барып, как болельщик барып футболды көріп кеп, мен центральный стадионға кеп Қайраттың матчын көретін болсам, уже атмосфера сезіледі да. И біз бағанағы Астананың игроктары там мынау стадионнан ана стадионға барғаннан кейін өз-өздерін қалай қылып ұстайды, аналар өзінің болельщиктерінің алдында қалай қылып ұстайды, составтары қалай болады, біз тікпейтінбіз. Еще тағы да бір факт, мысалы 9-да матч болады ма, біз 8-ге шейін тікпейміз, өйткені бір программа бар, стартовый состав шығаратын. Пока стартовый составты көрмей, кім қандай позицияда ойнамай, біз ставка тікпейтінбіз. Кішігірім аналитика. Ой, біз сұмдық аяқты, ой, капер болдық қой кәдімгідей. Өзімізді самый умный деп қалғандардың бәрі әшейін жай. Енді ол любой адамда болады деп ойлаймын. Енді ұтыла беріп, давай бір состав көрейік дегеннен шығатын нәрсе бар. Давай бүйтіп істейік. И одан бөлек интернетте де неше түрлі андай псевдо нелер бар ғой, аналитиктар, капперлар. И олар тек қана ұтқандарын шығарады, или болмаса фотошоппен кішкене бүйтіп өзгертіп жібереді. И қарасаң үлкен коэффициенттер ойнап жатады. И раз қарасаң, вроде сен миың жететін нәрсе ше, неге сөйтіп көрмеске? Бұл ставканы біз неше түрлі көрдік қой. Мысалы, тағы да бүйтіп ойнап жүргендер бар шығар, может көрермен қойыңыздар. Мысалы, 2000 теңгені бірде 5 коэффициентке 10 рет тігетін болсаң, лесенкамен. Сен, короче, 13-ші ставка дема, 12-ші ставка дема, сен миллионерсің ғой.
1/5 деген коэффициент негізі былай салыстырмалы түрде негізі аз коэффициент. Оны шығару болады. Мысалы 1/2 коэффициентпен 1/25 коэффициентті қосатын болсаң, 1/2 де мелочь қой. Мысалы солай көрінеді да. Екеуін бүйтіп қосатын болсаң, уже 1/5 коэффициент, оныдан 2000-дан тігетін болсаң, 2000 теңге қайғы кетпей жатыр деп ойлайсың ғой. Сосын раз 12 рет лесенка жасайсың, уже миллионерсің деп. Біз неше түрлісін көрдік қой. Былай тіксең былай болады, былай тіксең істеуге болады екен, неше түрлі типа теориялар придумывать етіп, болмаса интернеттен адамдар, ой, былай істе, былай істе. Оның бәрінің жілігін шағып, майын ішіп тастағанбыз ғой. Бұның барлығының түбі нөл ғой. И тағы да бір айтатын нәрсем, адам жалпы қалай келеді бұл ставкаға ше? Мысалы, ең бірінші келіп жатқан адам деп есепті да, осыға дейін тікпеген. Ода екі вариант болады. Либо ол ұтылады, либо ол ұтады. Екі случайда да негізі бұл нәрсе дін жағынан да бұған шайтан замешаны ғой. И в основном жаңадан келген адам в основном негізі ұтады. Енді ол қалай екенін білмеймін. Дуракам везет деп айтады ғой, может өздерінде көрген. Казинода да сондай дейді мысалы. Тактикасы типа жаңадан келген игрокқа отқызады кішкене. И во вкус войдет ана. Жоқ, бұл жерде ше енді казинода ояқта адами фактор бар. Ал сен мысалы букмекерде саған неше түрлі варианттар беріледі. Саған ешкім былай үгіттемейді, наған тік деп. Мысалы, Нучон мен Жандостың командасы ойнап отырады ма? Оларға бәрібір. Нучонға тіксе де, Жандосқа тіксе де, Ничеға тіксе де оларға бәрібір. Бірақ қалай солай, бірақ жаңадан келген адамдар көбінесе ұтады. И оның алдында екі жол тұрады ғой. Енді жанындағы, может, неге байланысты шығар? Жолдастары. Аха, достарына. Раз сен, мысалы, жанындағы балдарын көтеріп жүр да, мысалы да, бір-екі рет көріп қалдың, сен көтеріп жүр. И раз саған ақша жетті. Өмірде жетпеген ғой ақша. И раз саған ақша керек, сен тұрасында там 10 мың, 20 мың теңгең болады. Давай мен тіке көре салайын. И сен біріншісінде ұту мүмкінсінде вероятность жоғары. И сенде екі жол ғой, ұтатын, ұтылатын. Екі жолда да бірақ сен уже шайтан сен майын етеді ғой. Ұтқан күйде онда түсінікті ол сен. Тағы да ұтқың келе береді, ол жаждағы, уже бағанағында ғой, сен бәрін түсінетін сияқтысың, сен ұта беретін сияқты көрінесің да. Ұтылған кезіңде саған бағанағы 20 мың теңгең саған керек болады ғой. И так сен ақша іздеп миың қатып жүрген, хотя бы соны қайтарып алайын дейсің да, сен кеттің ғой короче соның артында. И сен даже если бағанағы ақшадан сен 20 мыңнан бастадың да там 200 мыңға шейін бардың да, сен 200 мыңды обратно қайтарып алған күнде сенің ішіңде мынандай нәрсе болады. О, оказывается, мен бұны ұта алады екен. Мен бардым ғой, ладно, 200 мыңға шейін. Мен қайтара алады екен. Давай тағы да бір 10 мың көрейін. В общем, қалай солай сен, короче, екі жолда да сен бір рет кірдің ба, сен по-любому ойнайсың ғой. Бір рет ойнап болдым, мен қойдым деген адам ол өте реткі кездесетін нәрсе. Мен түсінген бойынша, в общем, бұл ставкадан ұтудың сендер неше түрлі айла тәсілдерін көрдіңдер, бірақ ешқайсысы жеңіске алып келген жоқ. Ол Акимитта ғой, ондай нәрсе жоқ қой. Игромания хуже наркомании дейді. Бывших наркоманов не бывает. Енді бывших наркоманов не бывает. Ар жағында тұрған нәрсе ғой. Игромания хуже наркомании. Ол мен Құдайға шүкір деймін бар ғой. Мен тәубеме келіп, мен тікпеймін деген адаммын ше. Бірақ кейде қызат бар ғой ше. Енді сен күнделікті көріп қалған игроктарың мысалы ойнайды да. Нәпсі ғой? Нәпсі. И сен күресесің, короче, мен. Күресесің да, и мен тоқтататын нәрсем бар и так, и оған дейін де мен айтам да, не қылам деймін да тігіп қазір. Тіктің 90 минут сен нервтасың ғой. Сен пока анау ставкың шықпағанға сен бәрі нервтасың. Шықпай қалса дальше ғой. Все ол ақша. Депрессия. Қайттан қайтарып алу керек болды. Ең қиыны сен өзіңнің ақшаң бітіріп, сұрайтын адамдардың қарызын сұрап, уже бітті, сенде вариант жоқ болады ғой. Вот сол кездегі азарттың қысқаны, тфай мен негізі өз-өзін тоқтатып қалып жүрмін, әйтпесе неше түрлі қылмысқа да кетіп жатқандар бар ғой мысалы. И мен біраз адамдарды білем, марқұм болып кеткен бұл жолда ше. Өз-өздерін тастай салған адамдар. Бұндай нәрсе адамды шайтан бәрібір азғырат бар ғой. Сен одан да мынандай болып әке-шешеңе мазыл болып, мынанша қарыздарда жүргеннен гөр кетсе іштейді ғой. Сөйтіп азып қалады. И одан кейін ондай нәрсені біреу психикасы көтере алады, біреуінің иманы жетпей қалуы мүмкін. Сөйтеді да неше түрлі адамдар кетеді бұдан.
енді казинодан негізі в основном көп кетеді деп естиміз ғой енді, бірақ одан да қалыспайды ғой бұл. Казино ойнайтындардан гөрі олимп ойнайтындар көп, ставка тігетіндер көп. Бұл соның бір кішкентай түрі сияқты, казиноның. Әлде бұл одан да қатты хуже ма? Одан да хуже ба. Өйткені телефон қолыңда дейші. Телефон қолыңда. Доступно. Иә, еще ана біреу біздің перевод жасап жүрген нелеріміз бар ғой, приложенияларымыз. Сояқтан сен прямой жіберіп алсаң болады ғой. Сенде бар. Бір-ақ секунд. Секунд. Шығару да секунд, беру да секунд. Ал сен казино ойнау үшін сен қапшағай болу керек қой. Енді сен ойнап жүрген кезде, мысалы, бағана өзің айттың ғой, барлық адамдардан сұрастырасың, в общем, бітеді ондай адамдарда деп ше. Банктен де алдың, адамдардан да алдың, в общем, вариант жоқ, короче. Сол кезде бір зат сату ма, телефон саттыға жіберу, ломбардқа қой жіберу деген сияқты. Ломбард деген. Сән ғой. Мен Алматыда жүрген кезімде қазір бүкіл нелерді, букмекерлерді жауып тастады. Бірақ қазір мен саған неден бөлек айтып беремін ше, қай жерде орналасқан. Мен сол жерде түнейтінмін ғой. Сол жақта жауып кетемін, 12-лерде қайттан барып аламын. Ол жақтағылар, мен ол адам танымасам да, мені танып жүреді сол жақтағы адамдар. Жандос қалай, Жаке қалай. Өйткені мен сол жақтың постоянный игрогым ғой. И сол моментте менде квартира бар. Квартираның ақшасын салып тастаймын. Раз сол күн менде уже артта кішкене не бар да. Қойшы ертең квартираны не алып. Подушка. Сөйтесің да, нең бар, бәрін бересің ғой ломбардқа. Ломбард жолдың ары бетінде. Кейбір кезде болып қалады, телефон там не қыласындағын, и раз, короче, бағанағындағы, мен шығарып болады екен, оказывается. Мен бағанаға ақшаны да қайтарып алдым, жоқ, кейде действительно ұтасың. Уверенность пайда болады. Иә, мен мықты екенмін дейсің ғой, короче. Олимп маған жұмыс істеп жатыр екен ғой, оказывается. Сосын да ертесіне қайтып бересің ғой. Телефонды өткізу бірнеше рет болды. Сан жоқ ода. Сан жоқ ода деймін. Мынау біздің Алматы қаласында осы Лудоманиядан айықтыратын бір больница бар екен, е? Өзің сол больницаға бұл обращение жасап көрдің бе өміріңде? Жоқ. Ол мынандай ғой, менің ойымша... Олар емдей алады деп ойлайсың ба? Мысалы, сен жеке мнение? Жоқ, менің ойымша ондай лудоманды, наркоманды там адам емдей алмайды ау. Енді мен Құдай сақтасын, ондайық мен барып көрген емеспін. Бірақ енді мен әке-шешемнен де неше түрлі сөз естідім. Ағамнан да, өзімнің жақындарым да, қойсай деп ескертулер болады да. Біз анау ставка тігіп жүрген адамдармен де бірімізге серт беріп қоямыз ше. Бітті, келесіде екеуміз ойнайтын болсақ, бітті екеуміз андаймыз, мындаймыз. Сосын бір матч басталған кезде, давай бағанағы сертті, давай бұзайық енді деп. Енді вроде тіккің келмейді, бірақ азарт қысады сен альбом тігіп қоя бересің ғой. Бірақ енді менің бағанағы ең біріншісі, мен енді 5 уақытта болмасам да, кішкене болсын, бір 2% болса да дінге жақындығым шығар, может, мен өзім шығарғанша. Өйткені түннің 3-тен 1 бөлігінде Құдай жер аспанына түседі даған, сен сұраған нәрсең береді деген мен нәрсені естігем да. И мен түнде жатқан кезімде мен сұрайтын, мен болдым деп. Мен болдым, құрсын осыдан сабақ алдым, мені тура жолға сала көрген. Мені енді ол по-любому Құдайдың ісі ғой енді, бірақ бір жағынан адам өзін сендіру керек қой. Болды сен. Ол адамға берген сөзің, сертің, бітті мен қойып кеттім деген нәрсе, ол адамға басқа адамның себебі емес, сен қоя алмайсың бәрі. Пока сен ішіңде өзің осознанно түсінбейінше бұндай нәрсені емдеу қиын ғой. Мен бағанағы сауықтыру орталығын білмейді екем. Может, олар басқаша бір методтармен істейтін шығар. Жалпы сенің ойыңша, бұндай лудоманиядан құтқаратын тек қана сол дін жағы ғана дейсің ғой? Негізі өмірдің конституциясы құран ғой. Бұл жерде мен как верующий адам ретінде менің ойымша тек қана ислам ғой. Басқа вариант жоқ. Жалпы негізі өзің былай 5 уақыт намаз оқуға дайындалып жүрген сияқтысың, е? Әлде оған ерте ма? Ендіше келгім келеді же. Любой адам негізі ішінде келгісі келетін шығар. Бірақ лаж болса, сондай уақытында жүрген ұнайды да, бірақ білмеймін мен, бүгін ертең келемін деп ойламаймын, енді ол тоже Құдайдың ісі ғой. Мына енді біз көріп отқан көрермендердің арасында да лудоманиямен ауыратын, жаңағыдай ставка тігетін адамдар қарап отыру әбден мүмкін. Соларға бір-екі ақыл кеңесіңді айтып жіберсең.
енді құтылудың бір может техникасын айтасың ба? Енді бұл жерде ше мен біреуге ақыл айтатын да адам емеспін ғой, өзіме ақыл айтатын адам керек. Бірақ енді бұларға бір кеңесім деп айтайын, бір ұсыныс. Рекомендация қою керек қой. Бұның түбі 0 ғой бәрібір. Сен 0-ға да жете алмай қалуың мүмкінсің, минус қой бұның түбі ше. Қарыз. По-любому қарыз. Бұдан ставкіден білмеймін, әлемде де жоқ шығар ондай адам. Ставкымен мен күн көріп жатырмын деген. Бағанағы псевдо бағанағы нелер бар ғой, капперлар, типа мен мықтымын дегендер. Олардың бәрі вата ғой. Оның бәрі маркетинг. Олар просто сендерге ставка сату арқылы, может, солай байып атқанда шығар, бірақ олар на самом деле олар ставка тігіп олар байып атқан жоқ. Мнение сататын сондайлар, кстати, мен білемін, мысалы, қаншама адамдарда байыды, ақшалары көп, бірақ өздері тікпейді бірақ. Енді түсінеді олар. Не қылады олар тігіп. Енді бағанағы кеңесімше барынша әр адам өзінің ойымен адам айнаға қарап отырып өз-өзіне сөйлесу керек қой, мен нешен тігіп жүрмін деп. Вот сол кезде өзі ответ табатын сияқты. Если оған қинап баратқан ақшадан нужда болмайтын болса, оған просто қызық болатын болса, оны қою керек. Ал если қиналып ақшасы жетпей атқан болатын болса, одан да барынша адал жолмен ақша тапқан дұрыс. Өйткені бұл жақпен сен бәрібір ақша таппайсың ғой. Тапсаң да құт жүресің. Қайттан өзіне. Сен шығарасың, раз нахутнаге кішкене 1-2 сәт бар, өзінше кафеден бар, тамақ ішіп келетін шығарсың, кешкісін матч, сен қайттан тігесің ғой. Қазір енді сен кішкене жеке өміріңе оралсақ, сөз байласып жүрген, сөйлесіп жүрген қызың бар ма өмірде? Жоқ, дәл осы тұрғанда ешкім сөйлесіп жүрген жоқ. Осы бір апта бұрын болатын, бірақ ол адам мен қазір тоқтады. Не себепті? Біз танымаймыз, ол адамды, халық танымайды. Жоқ, көшедегі. Мінез ғой сол. Көшедегі деген ауыр шығар, өмірдегі деп айтайын. Сен бүкіл әңгіменің бәрі мінезге тірей бердіңіз ге? Енді бірімізге кимей қалдық та енді. Енді мінез деп құтыла салған негізі өте әдемі шешім сияқты. Анау болды, мынау болды. Не қыласың? Негізі өзің үйленем дейтін ниет бар ма өзі? Или әлде басқа пландар бар ма? Негізі ең бірінші Қосылайыққа барған кезімде уже 25-24 жасымда, вот сол кезде менде ниет пешін болғанша үйленем деген. Өйткені біз үйде 2 баламыз да. Ағам да үйленбеген, мен де үйленбеген, мен де. Қазір де үйленбеген? Әлі де үйленбеген. Сен өзің қаншадасың қазір? 29-ға келіп отырмын. Енді анау, егер 22-20-дағы бала болсаң, енді сұрамайтын бұл сұрақты. Жасың енді 29-ға келеді. Материалдық жағдайың қандай тұрғыда? Жеке басында, мысалы, көлік, үй деген сияқты. Үй бар, көлік жоқ. Жоқ, көлік менде осы Субаренда кезінде болды. Өзіңнің үйің бол? Әлде атаңнан? Өзімнің үйім ғой, дұрыс қой сол. Атаңнан қалған үй? Өзің сатып алған жоқсың? Жоқ. Сен бір көлік айдап жүрдің ғой, біз Қостанайда жүргенде ма бір праворульный? Иә. Кімнің көлігі? Ол өзімдікі болатын. Ол қайда құрттың оны? Сол Субаренда кезінде ғой, бір неден, хозяйкадан бір 3 квартира. Негізі андай да, бір ЖК-дан, бір хозяйкадан сразу көп үй ала саған жақсы да, өйткені Алматы қаласында онда адамдар көп. И саған бір хозяйкамен контакт жасаған жақсы да, еще бір районда. И ол кісінікі біреу бір ЖК-да, біреу соседний ЖК-да болды, 3 квартира шықты. И раз, короче, ол уже ертең деді да, өйткені ондай үйлерді сразу алып кетеді да. И мен раз тұрдым дағын, болды, уже келісіп қойдық, ертең ақшасын әкеп беремін дедім дағын, и мен бір түнде сол машина сатып жүрдім да. Сәл асығыстау саттым, бірақ сонда дағына квартираны алып қалмадым. Оны жұмыс істетуге алдың? Субарендаға, иә? Жалпы енді Алматыға келген кезде уақыт бөліп сұхбат бергеніне көптен көп рахмет айтамын. Енді қазір уақыт жоқ заманда уақыт бөлудің өзі оңай емес. Мен бір шақырғанда сөзімді жерге тастамай келгеніңе рахмет. Алдағы уақытта саған сәттіліктер тілеймін. Өзіңнің болашақ жарың тауып, үйленіп жатсаң тойыңа шақыр, барамыз. Жақсы күндерде жолығайық. Хоть өмірде болсын, хоть басқа жақта болсын, ең бастысы сыйластықта қалайық. Құрметті көрермен, бүгін біз Жандостың халық білмейтін сырымен бөлістік.
егер сұрақтарыңыз болса, ұнамаған жері болса комментарийға жазсаңыз болады. Ұнаса лайк басыңыз, сіздердің лайктарыңыз бізге әрдайым шабыт береді. Ученский сіздермен бірге всегда. Жандос, рахмет, от души. Жақсы. Сен де негізі осылай Алматыға келдім деп естігеннен сразу осылай шақырғаныңа рахмет айтамын. Солай, сендер де Айжан екеуің бақытты болып, ұзақ ғұмыр кеше беріңдер, жақсы күндерде кездескенше. Сұхбат көңіліңнен шықты ма? Негізі сенің осы YouTube каналың негізі маған ұнайды. Рахмет. Барынша шынайылық, барынша қалай бар, солай айта бересің. Рахмет, от души.